Сәлем достар. Бүгін ұбт тақырыбында әңгіме айтатын боламыз. Жалпы өзім 11 сынып оқушысымын. Таңдау пәнім биология, химия және таңдаған мамандығым стоматология. Осы ұбт деген не, оның не маңыздылығы бар, ол қиын ба, ұбт-дан қорқамын, оған қалай дайындалған дұрыс деген сияқты тақырыпта әңгіме айтсақ болады, және осы видеода өзімнің тәжірибемен бөлісемін. Жалпы ұбт деген не, осыған қысқаша тоқтала кететін болсақ, ұбт дегеніміз бұл былайша айтқанда сенің осы 11 жыл бойы мектепте алған біліміңнің көрсеткіші деп айтсақ та болады. Жалпы сен осы 11 сыныпқа дейін біліміңді бір жағынан жаңағы ұбт-ға барған кезде көрсете алуың керек. Және осы арқылы сен осы Қазақстандағы универлерге оқуға түсе аласың. Кез келген оқушыға ұбт деп айтсаң, андай ұбт, вау, қорқам, ертең не істеймін, ұбт-ны қалай тапсырам деген сұрақтар келеді. Бұл маған да келген. Негізінде енді шынымды айтайын, бәрі айтады ғой, негізі ұбт тапсырып тастаған кез келген адамнан сұрасаң, өй, ұбт оп-оңай, қорқынышты емес, қорықпа дейді. Мен де солай айтам. Бірақ енді қорқу деген ол бәрібір кез келген оқушыда болатын зат. Қорқу, уайым, стресс, осының бәрі ұбт-мен қатар жеттеуге болады. ұбт тапсыратын мысалы бір 10 сынып, 9 сынып оқушылары болса, ертерек өздеріңнің мамандықтарыңды таңдап алыңдар дер едім. Және дайындықтарыңды ертерек қолға алыңдар. Міндетті түрде курс алу емес, ақша құрту емес. ұбт өз сол сұрақтары кітаптан алынады. Сен оқып жүрген оқулықтан алынады. Барасыңдар да, тым құрмағанда өздеріңнің таңдау пәндерінен база қалыптастыра беріңдер. 9-10 сыныптар. Содан кейін 11 сыныпта курс алғандарың дұрыс. Жүйелі түрде дайындалу үшін. Және осы ұбт-ға дайындық барысында ең маңызды бірінші зат ол әрине денсаулық. Осы ұбт-ға дайындалып өздерінің денсаулығынан айырылған біраз адамды көрдім. Негізі ол менде де болды. Мен мысалы 10 сыныпта бастадым ұбт-ға дайындықты, және сол кезде менде анемия болды. Сол үшін ұбт-ға дайындалып жүрген кезде қосымша бір витаминдер алып қойыңдар, жемістер, көкөністер көп жеңдер, пайдалы тамақтаныңдар, дұрыс тамақтаныңдар, режиммен жүріңдер. Бұл өте маңызды, және түнде сабақ оқуға мен кеңес бермейтін едім. Көбісі түнде оқыған, енді айтады ғой, түнде оқыған ыңғайлы, ешкім мазаңды алмай, ешкім тиіспейді деген сияқты. Бірақ түнде дұрыстап миларың демалған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бүгін күндіз түні алған ақпараттарыңды сендердің миларың түнде өңдейді да, сендердің ол сабақ оқуға деген тиімділіктерін арттырады. Негізі ұбт-ға мен бүгін 7 сағат дайындалдым, мен молодецпін деген не емес. Мысалы, сенің ол 7 сағатыңның 2 сағат телефон қарап, партаң алдында отырумен кету мүмкін. Немесе сен 4 сағат, мысалы, күніңнің 4 сағатын жүйелі түрде ешқай жерге фокусыңды ауыстырмай, фокус тек сабақта болып 4 сағат кәдімгідей активно оқысаң, вот сол нағыз дұрыс дайындық деп білемін. Ең бастысы аз-аздан тоқтамай өздеріңнің жолдарыңмен жүріңдер. Екіншіден, ол әрине бәріміз білетіндей ұбт барысында белгілі бір затпен жертвовать етесіңдер. То есть ол қалай? Сендер бұрынғыдай күнде достармен далаға шығу, күнде серуендеу, қыдыру деген сияқты әңгімелер болмайды. Әрине бұл ұбт ойбай деп үйде қамалу деген сөз емес. Әрине класспен, сыныптастармен арасында мерекелерде шығып тұрасыңдар. Ол маңызды. Бірақ бұрынғыдай қыдыру, бір жаққа шығып келу, досын үйіне барып келу деген заттарды азайтқан жөн. Лучше ол уақыттарыңды сабақ оқуға жұмсаңдар, және үйге де қатысты. Үйге көмектесу, қонақ күту, тойға бару деген сияқты заттардан да бас тартқандарың дұрыс. Бұл бір жыл, осы бір жылда дұрыстап ұбт-ға дайындалып, тиімді дайындалғандарың өздеріңе пайдалы. Ертең ол сендердің мамандықтарыңа, оқуларыңа тікелей әсер етеді. Үшінші, ол әрине дамушы орта. ұбт-ға дайындалып жүрген кезде көп оқушыларға дисциплина жетіспейді.
яғни оқушылар бір жерге ұзақ фокус қойып оқу, анау мынау қиыншылықтар болады. Бірақ егер сендер өздерің сияқты, мысалы өздеріңнің таңдау пәндерімен бірдей бір адаммен жолығып, бір достарың болса, таныстарың болса, жақсы оқитын, всегда тырысатын, жоғары балл алуға ұмтылатын адам болса, сондай адаммен бірге дайындалғандарың жөн. Себебі ол адамның энергиясы, былайша айтқанда, сендерге де келеді. Мысалы, ол адам айтуы мүмкін, мен 120 плюс алғым келеді, мен 120 плюс алам деген сияқты мақсатта ол адамда. Сенде де сондай мақсат пайда болады. Мысалы, сен бұрындары 90 плюс алсам жетеді ойбай деп жүрсең, ана адамды көресің да, мә 120 плюс ол қалай болады екен, мен де ала алам ғой, менің ол адамнан қай жерім кем. Мысалы, мен де ұбт-ға дайындалып жатырмын, мен де сол бала сияқты курс алып оқып жатырмын деген сияқты ойлар келеді. Солайша сендер екеуің бір-біріңнен білмейтін тақырыптарыңнан көмектесіп болсын, морально болсын, бір-бірлеріңе сеніш болып, ұбт-да сабақ оқуларың, ұбт-дағы жолдарың жалпы жеңілдейді. Шынымды айтайын, бірге жарысып оқисыңдар, былайша айтқандашы. Мысалы, бір пробныйда жаңағы досың жоғары балл алуы мүмкін, екінші пробныйда сен өзіңе мақсат қоясың, мен одан жоғары алуым керек деген сияқты. Сол мақсатпен сен күндіз-түні оқисың. Бұның өзі саған кішігірім мотивация болады. Осылай аз-аздан досыңмен бірге үлкен жетістікке жетуге болады. Сондықтан дамушы орта табу өте маңызды. Егер сен ұбт-да ұбт-ны жалпы ойын сияқты қарайсың ғой, кішігірім ойын сияқты. Сонда сендерге ұбт ондай бір қорқынышты зат болып сезілмейді. Мен өзім қиналған затымды айтатын болсам, кітап оқу. Мен кітап оқуды мүлдем жек көремін. Сол үшін мен биологияны, тарихты мысалы жақсы көрмеймін. Енді химияға келсек, химияда есептер бар, сол есептермен былай-былай алып келіп жүрдім да химияны. Ата химияның да теориясын қатты білем деп айта алмаймын. Сол кітап оқуды қалай не істеуге болатынын өзім де білмедім негізі. Өзім де шешімін таба алмай кеттім сол күйі. Бірақ кітап туралы ойымды сұрасаңдар, кітап оқу керек, міндетті түрде. Мен өзім де куә болдым, кітап оқымағанның кесірінен пробный тапсырып жүрген кезде де өзім биологиядан қаншама қателік жібердім. Мысалы, бір пробныйда маған бір параграфтан 2-3 сұраққа дейін келген кездерде болды. Сондықтан әр параграфты дұрыстап фокус қойып оқыған жөн. Енді бұл видеода мен өзімнің жаңағындай ұбт-да жинаған тәжірибем туралы, жалпы қалай дайындалған дұрыс, ұбт деген не деген сияқты сұрақтарға жауап бере алдым деп ойлаймын. Ең бастысы, ұбт ойбай анау-мынау деп қорықпаңдар, ол просто емтихан сияқты ғой. Барасың, кіресің, ана жерде өзің сияқты адамдар, ол камера қарап тұрады, камерадан қорқам деп қорқудың да қажеті жоқ. Ол просто тұрады, сен көшіріп отпағаныңды қарау үшін болды. Ол камераға да қарамам, мына жерде камера, ана жерде камера, қорықпаңдар вообще. Вообще қорқудың керегі жоқ екен. Өзім көзім жетті, өзім тапсырып шықтым, өзім сондай көзім жетіп отыр да. Менде қаңтар ұбт-да бірінші пробныйда қатты қорқыныш болды, бірақ наурыз ұбт-да мен уже опытым бар, қалай болады бәрін білемін. Сондықтан наурызда менде ондай бір қорқыныш болған жоқ. Сол жердегі адамдар, кезекшілер де сен сияқты адам, тапсырып отқан оқушылар да, сен барып бір жерге қамап қойып жалғыз өзің ұбт тапсырмайсың, сен сияқты қаншама оқушы бар, олардың бәрі тапсырады. Екі жағында оқушы отырады, алдыңда, артыңда оқушы отырады, сен де солардың бірісің. Сол үшін ондай бір қорқынышты зат емес. Ұбт-ға өйтіп қорқынышпен қарамаңдар. Оған өздеріңе бір беріліп жатқан мүмкіндік сияқты қараңдар. Және жүйелі түрде дайындалыңдар. Сонда сендердің қолдарыңнан бәрі келеді. Адамның жасаған адам жасайды. Сол үшін ұбт-ға қорқудың да қажеті жоқ, ондай бір расслабон ұстаудың да қажеті жоқ. Жай емтихан ғой деп. Бұл сендердің грантта не, енді бір жағынан қарасаң, тоже бір маңызды зат қой, маңызды емтихан. Жарайды, енді созып кеттім мен, короче. Көп сөйлеймін деп па. ұбт ол бізге беріліп жатқан бір мүмкіндік. Жай мүмкіндік ретінде қараңдар, қолдарыңнан келген жасаңдар, қалған нәтиженің бәрін сол Алладан дейді ғой. Сол бұйырған нәтижені көресіңдер. Ең бастысы берілмей, қолдарыңнан келген бүкіл мүмкіндікті, ресурсты бәрін пайдаланыңдар. Давайте.